Ғарыш кеңістігінде әзірге қауіпті саналатын объектілердің бірі қара құрдым. Бүгінгі шығарылымымызда осы ғалам жыртқышы жайлы ең жиі қойылатын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қара құрдым деген не? Қара құрдым бізге сыры көп тылсым дүние болып көрінуі мүмкін, бірақ сипаттамаларға қарасақ, ғаламдағы ең қарапайым нысан саналады. Олардың тек екі параметрі бар: айналу жылдамдығы және массасы. Астрофизикада ғалымдардың болжауы бойынша, қара құрдым жұлдыздар эволюциясының соңғы кезеңі ретінде есептеледі. Жұлдыздың өмірлік циклі аяқталғанда, ол алдымен жарылып, сосын оның ортасы қара құрдымға айналады. Қара құрдым көзге көріне ме? Қара құрдым аталуы оның жарықты толық жұтып алуымен және көзге көрінбеуімен түсіндіріледі. Десе де кей жағдайларда бұл ғаламдық нысанды көруге мүмкіндік туады. Мәселен, қара құрдымның айналасында бір заттың, мысалы, газдың қабығы болса немесе жақын орналасқан жұлдыздан энергияны сіңірсе, онда нысан айқын байқалады. Қалыпты жағдайда қара құрдым көзге көрінбегендіктен, бұл нысанды астрономдарға анықтау қиындық туғызуда. Біздің галактикада қара құрдым бар ма? Құс жолы галактикасының аумағында табылған 10 қара құрдым бар, және олар қазіргі таңда тыңғылықты бақылауда. Ал галактиканың өзінде миллиондаған қара құрдымға ұқсас нысандар болуы мүмкін. Айта кетейік, құс жолында қара құрдымға айналу үшін массасы жеткілікті шамамен 400 миллион жұлдыз бар. Қара құрдымға кірсе не болады? Қара құрдымға жақындаған кезде адам денесі бір бағытта созылып, екінші бағытта сығыла бастайды. Бұл процесті ғалымдар спагеттификация деп атайды. Ол қисынсыз қозғалатын күшті гравитациялық өріс әсерінен объектінің тігінен және көлденеңінен, яғни олардың спагетти түріне ұқсастығы қатты созылуын білдіреді. Қарапайым сөзбен айтқанда, қара құрдымның тартылыс күші сіздің денеңізді көлденеңінен қысып, тік бағытта созып тартады. Сіз не демала алмай, не сөйлей алмай, қозғалыссыз қаласыз. Бұл процесс нысан атомдарға бөлінгенге дейін және сингулярлықпен біріктірілгенге дейін жалғасады деп топшылануда. Бірақ бір анығы, қара құрдым тұңғиығына кіргеннен кейін қайта шығу мүмкін емес. Айналаңызда қараңғылықтан басқа ештеңе болмайды. Тіпті жарық алып қоссаңыз да, жарық та, өзіңіз де көрінбейтін боласыз. Ал қара құрдым жер ғаламшарын жоюы мүмкін бе? Қара құрдым ғарыш кеңістігімен жұлдыздарды және планеталарды жұтып қозғала алмайды. Ал жердің қара құрдымға түсуі тіпті мүмкін емес. Себебі әзірге күн жүйесіне жақын ешқандай қара құрдым анықталған жоқ. Күнмен мөлшері шамалас қара құрдым күн жүйесінің ортасында пайда болғанымен, жер планетасы орнынан тапжылмас еді. Керісінше, ғаламшарлардың күнді айналғанындай өз траекторияларымен қара құрдымды да айнала қозғаладымыз. Шынайы қара құрдымның суретін көрген бе едіңіздер? Қара құрдымның алғашқы суреті тек 2019 жылдың 10 сәуірінде ғана пайда болған. Ол жерден 54 миллион жарық жылы қашықтықта орналасқан Мессер 87 галактикасының орталығында суретке түсірілді. Осы және өзге де ғаламдық құпиялардың сырын білгілеріңіз келсе, біздің арнаға жазылыңыздар. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.